Келесі сызық үзік нүктелі сызық. Үзік нүктелі сызық бізде симметриялы немесе шеңбердің дәл ортасын көрсететін сызықтар. Мысалы, мына жерде бізде фронталь, яғни алдынан қараған көріністе қарасаңыздар, сызбаның оң жағы және сол жағы бір-біріне ұқсас. Және оның ортасында, дәл ортасында сызық, үзік нүктелі сызық орналасқан. Және осы жерде мысал ретінде қарасаңыздар, екі жағынан да негізгі сызықтан асып тұруы тиіс. Яғни дәлме-дәл мына бағдардағындай 3 мм арақашықтықта асырасыздар негізгі сызықтан. Горизонталь көріністе көрсетіп тұрғандай дәл ортасында тікке және көлденең орналасқан үзік нүктелі сызық, яғни симметриялы сызбаны көрсетіп тұр. Бұл жерде де байқасаңыз, сызбаның, яғни оң жағында да және сол жағында да үзік нүктелі сызық 3 мм-ге асып тұр. Бұл сызықтар, яғни бағдар, өлшемі сызықта, үзік нүктелі сызықта барлығы тұтас жіңішке сызыққа жатады.